Қызылорда облысының Сырдария ауданына қарасты Бесарық ауылы. Жаңадария арнасының жағалауындағы елді мекенде тұратын тұрғындар саны 2300. Бұрын елдің негізгі кәсібі мал шаруашылығы еді. Ал бүгін жаңа инвестордың қолдауымен заман талабына сай күрішеге көшкен. Міне содан бері ауылдың ажары кіріп, тұрғындардың жағдайы жақсара бастады. Абай Дәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі былтырдан бері ауылға көптеген елге деген жағдайлар жасап жатыр. Ауылдың гүлденуіне, көркеюіне, жастардың демалуына жақсы жағдай жасап, елеулі үлес қосып келе жатыр. Ауылдың әлеуметтік саласына да белсенді қызмет жасап, көшелерді асфальттауда, ауылдың санитарлық тазалық жұмыстарында, ауылды абаттандыруда көптеген жұмыстар жасап жатыр. Бесарық қағаз жүзінде ауыл болғанымен, іс жүзінде қаладан еш айырмашылығы жоқ. Серіктестік қаржысына ашылған саябақта ана бақыт ескерткіші, су бұрқақ. Ауыл түгілі Қызылорда қаласының өзінде жоқ, әткеншек орындық орнатылып, I Love Бесарық архитектуралық композициясы тұрғызылған. Бұған қоса жуырда жұмыс бабымен жарты әлем шарлаған немістердің өзі ешбір елден көрмеген айтып, таңдай қаққан құрмет тақтасы да бар. Бұл тақтадағы азаматтардың барлығы осы ауылдың тұрғындары. Әр салада елге еңбек сіңірген азаматтарды серіктестік құрметтеп, осылай суретленіп қояды екен. Тақтадағы суреттер ай сайын жаңарып отырады. Елдің еңсесін тіктеу атсалып жатқан Абай Дәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігін 2017 жылы ағайынды Сәрсенбаевтар құрған. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін ұмытпаған кәсібилері табысының бір бөлігін үнемі ауылды көркейтуге жұмсайды екен. Жыл сайын көше шарбақтарын ауыстырып, ауыл тазалығын сақтау, абаттандыру жұмыстары жүргізеді. Ал жетім жесірлер мен жағдайы төмен отбасыларға көрсеткен көмегі өз алдына бір төбе. Жағдайы төмен семьяларға сол 200 пресс дейміз, шөптің соны бергенбіз таратып тегін. Одан да бөлек мына мектептегі жақсы оқыған үлгілі балдардың мына жаздық каникул айларында лагерге баруларына көмек беріп, қол ұшын беріп отырмыз. Серіктестік балабақша мен мәдениет үйінің сыртын күрделі жөндеу өткізіп, өнерпаздарға музыкалық аспаптар мен сахналық киімдер алып беріпті. Ауыл тұрғындары үшін үйірмелер ашуға ықпал еткен. Ауыл өнерпаздары түрлі бәйгелерде топ жарып жүр. Мәселен, Жан Шуақ әжелдер ансамблі мәдениет министрлігі тарапынан халықтық өнерпаздар ұжым атағына ие болыпты. Осы Бесарық ауылына келіп еңбек етіп атқан кәсіпкер Абай Дәулет жеке шаруашылық серіктестігінің төрағалары міне ауылымызды гүлдендіріп, міне керемет аллея жасап береді. Кешкілік, мереке күндері осы аллеяға келіп ауылдың халқы демалады. Келіп кеткен қонақтарымыздың өзі осындай ауыл бар екен ғой деп таң қалады. Егістердің ұйытқысы болған агрокәсіпкер Мұрат Абайұлының Бесарық ауылын дамытуға арналған 5 жылдық жоспары бар. Бірақ негізгі кәсібі күрішегі болған фермердің бұл ойы түсімге байланысты. Биыл 510 гектар жерге сыр маржанын еккен кәсіп иесі гектарынан 60 центнерден өнім алуды межелеп отыр. Қажетті минерал тыңайтқыштардың бәрі қосылған. Мына бір сабақтың бойында 170 пен 200 дәннің бар басында. Осындай жақсы шыққан күрішіміздің бәрі. Мінекейіңіз қарап отырсаңыздар, осының бойында 170-200-ге шейін дәннің бар. Осының бойында. Ал бұның бәрін сатасыздар? Бұның бәрін енді осы бізден көбіне алатын мына Шымкент облысы алады. Одан әрмен Өзбекстанға жіберіп отырмыз, Тәжікстанға жіберіп отырмыз, Қазақстанның жер-жеріне жіберіп отыр. Бірақ дегенмен сыртқа да көп күріш кетеді. Ауыл түгілі кейбір аудан орталығында кездеспейтін мұражайда Бесарықта бар. Фермер ауыл тарихынан сыр шертетін бұл мұражайды күрделі жөндеуден өткізіпті. Ең қызығы ағайынды кәсіпкерлер қалада дүниеге келіпті. Тіпті Сәрсенбаевтардың Бесарық ауылында туыстары да жоқ екен. Мұрат Сәрсенбайұлының өзі қалада туып, ауылды гүлдендіріп атқан бірден бір азамат шығар осы сыр бойында. Мен білетінен басқа жерлерде бар шығар мүмкін де. Осы шаруашылықта 150-дей адам жұмыс жасайды. Малы бар, кесек құяды, әртүрлі тарапта, жан-жақты тарапта. Енді биыл осы көп жылдан бері қолға алынбай кеткен сырдың сарғауыны осы егіліп, осы Бесарық ауылында ол 20 гектарге егіліп, осы таңда 1400 ұя егіліп, 700 тонна өнім алуға жұмыс жасап жатқан жағдай бар.
Тағы бір қызық жайт, кәсіп иесі орталық көшенің сынын бұзып тұрған үйлердің шатырын ауыстырып, жөндеуді де мойнына алыпты. Бұған қоса аялдамалар салып, мешіт ауласына асфальт, саябаққа тас төсеп, көшелерге жара жүргізіп берген. Ауылдағы әрбір үйге су құбыры желісі тартылған. Бесарықтың көркеюі сынды мұндай қайырлы іске ауылдың азаматтары да қомақты үлес қосып жүр. Биыл ауылға кіребе Жаңадария каналына 237 миллионға жаңадан көпір салынды. Ауылдың ішінде электр линиялары тозып, жел болса сөніп қап тұратын, қазір оған 120 миллион ақша бөлініп, сол түгел іске қосылды. Қазір жағдайымыз жақсы. Биыл 4 көшені асфальттауға қаражат құжаттарын өткізіп қойдық. Құда қаласа, сол 4 көше асфальттанып, бір көше жарықтандыруға ақша бөлініп тұр. 25 шақырым жерде Қызылордадан келіп, ағылшын тілі пәнінен сабақ беретін мұғалімнің айлығын және оны көлікпен қамтамасыз етуді де Абай Дәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мойындалған. Спорттық шараларға да демеушілік жасайды. Атың барда жер таны демекші білікті басшы енді шетелде жүріп көріп білгенімен теріп түйгеннен туындаған тағы бір ерекше жобаны жүзеге асырмақ. Ауылыстың кіреберісінде оң жағында бір үлкен 3 гектардай жер бос жатыр. Соған байланысты бұл енді планетамыздағы үлкен осы бір ғимараттар бар, қайталанбайтындай ертеректе салынып кеткен. Мысалға Эйфелева башня дейді, Пиза мұнарасы, потом жаңағы пирамида, одан Свобода, Америка, сондай үлкен ғимараттардың соның статуяларын қою ойымызда бар. Соның алаңы жасау. Оған да брусчаткасын төсеп, жан-жағын шарбағын қойып, адам демалатын жайлар жасау. Бұған қоса Абай Дәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі елімізде бұрын соңды болмаған тың жобаны қолға алған. 5 бас қой ұстап, жылына 10 мың қозы бордақылауға арналған жоба осыдан 2 жыл бұрын іске қосылған. 2 мал жылда төлдеттік. Бірінші жылда 110-нан қоз алдық, екінші жылы 120-дан қоз алдық. Қозының туған кезіндегі салмағы, ең ірі салмақ қозы 9 килодай болды. Средний 7 килодан. Туылған күні, айы барлығы көрсетілген. Қай қозыдан, қай қойдан туғаны, қай қошқардан туылғаны барлығы бізде жазулы. Түркістан облысының Сарыағаш ауданына әкелінген 2000 бас асыл тұқымды құйрықты қойдың саны бүгінде 5,5 мыңға жетті. Әзірге мына гиссар қошқарлар мен жергілікті қойдан алынған будан қоз өсіріп жатқан серіктестік бірер жылда таза тұқым алмақ. Арғы-тегі Тәжікстан шыққан гиссар тұқымды қойлар еттілігімен ерекшеленеді. Мысалы 5-6 болған мына марқалардың тірі салмағы 45-50 келіге дейін тартса, жергілікті дәл осы жастағы қозылар әрі кетсе 25-30 келіге дейін барады екен. Қой санын 25 мыңға жеткізуді көздеген қожалық болашақта қоз етін өңдеп, вакуумдық қаптамаға салып, экспортқа шығару жоспарға енгізген. Әрі қой өсірумен бірге түйе шаруашылығында қолға алған. 4 түліктің төресі биыл көктемде Қарақалпақстаннан әкелініпті. Абай Дәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жалпы бізде қазір 30 шақты түйе бар. Оның қазір 24 басын сауып жатырмыз. Бұл негізі тұқымы нар түйелер, сүт бақытындағы түйелер болар енді біздің. Шаруашылыққа келіп осы уақытта қолданып жатқанымыз. Күніне біз 70-80 литрдей шуат аламыз. Оны қалаға қазір таңда өткізіп жатырмыз. Қазір бізде 2 сауыншы, 1 түйекеш бар. Түйе өсіру агробизнестің табысты түрі. Бұл күтімді құнарлы азықпен қоражайды аса қажет етпейтіндігінен болса керек. Бірақ кәсібилер биыл бірінші рет қыстайтын ойсылғараға арнап арнайы қора салмақ. Басты мақсат түйе санын 100-ге жеткізу. Бұл 6 айлық бота. Енелері суалғанша бұлар осылай бөлек бағылады. 4 түліктің ішіндегі ең сұлуы әрі нәзігі осы бота. Шынымен де қазақта көздері ботада екенін сөздер тегін айтылмаса керек. Мал шаруашылығын дамыту үшін серіктестік 2 жыл бұрын құрама жем өндіретін зауыт ашқан. Бұл компанияның тыңғырынан танытты. Міне осылайша бұл сыр өңіріндегі құрама жем өндіретін екінші кәсіпорын атанып отыр. Әзірге мұнда 10 адам бір ауысыммен ғана еңбек етіп, сағатына 25-30 қап өнім шығаруда. Құрама жем 2016-та бастап құрастырдық. Қытайдан келді бұл зауыт. Бұл қуаты
суткасына 7-8 тонна шығарамыз. Өзіміздің осы жердегі 4 түлік малымыз бар, соған пайдалануға шығарып отырмыз. Келешек сатылымға да шығарсақ па деген ой бар. Құрама жем өндіруге қажетті 7-8 түрлі дақылды қожалық өздері егеді. Содан болар бұрын мал азығын солтүстік өңірден тасып келген жергілікті шаруаларға енді бұл едәуір көмек болмақ. Мал шаруашылығын қоса агроқұрылым, бақша дақылдарын да өсірумен айналысады. Биыл алғаш рет тәжірибе ретінде 20 гектар жерге ел аузында торпеда атанып кеткен Мырзашөлі қауынын еккен. Не ексе соны орасын деген. Бұл ала жаздағы еселі еңбектің жемісі. Шаруашылық биыл алғаш рет қауын ексе де, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, көл көсір өнім алып отыр. «90 күнде пісетін Мырзашөлі қауыны бұрын күріш егілген алқапқа өсірілген. Нәтиже жаман емес. 140 мың түбек егілген қауыннан 40 мың дана қауын алу жоспарланып отыр. Біз енді биыл бірінші рет тәжірибе ретінде жасап көріп жатырмыз. Бұрын сонда ондай қауын, қарбыз егіп көрген жоқпыз. Қазір биыл енді жаңа өзбек ағайындармен келісім шарт болған. Сол кісілердің технологиясымен олар жерге дән түскеннен кейін 40 күнге дейін су қоймайтын тәсілмен егеді екен. Біз сол тәсілді қолданып жатырмыз. Қазір өте жақсы, нәтижесі жақсы. Қазір күніне 5000-6000 штукқа дейін 6000 данаға дейін қауын жинап, осы Қызылорда облысы бойынша барлық аймақтарға, аудандарға, әр ауылдарға таратып жатырмыз. Серіктестік өздерінің табиғи таза өнімдерін, ауыл шаруашылық өнімдерін жәрмеңкесінен шығарады. Қызылорда облыстық әкімдігі апта сайын ұйымдастыратын шарада кәсіпкер сан түрлі өнімдер нарықтық бағадан 30%-ға төмен сатады. Мысалға қазір нарықтық бағасы 200-210 теңге болатын болса, күріштің бағасы соны 160 теңгеден. Қауын болар, қарабыз болар, олардың бәрінен килограммнан 20-30 теңгеден төмен түсіріп сатылады. Қойдың өзі қазір 25 мың теңге, 22 мың теңге болса, тоқтының бағасы, оны где-то 15 мың теңгеден бағасын қойып, сондай мөлшерде сатылады. Ең бастысы серіктестік табысының бір бөлігін ауылды көркейтуге жұмсап, өзгелерге үлгі көрсетіп отыр. Елде болса ерінге тиеді деген нақыл сөз ту еткен меценат фермер, мамандық экономист болса да, дизайнерлік салаға жақын. Содан болар келесі көктемде ауылдың аты жазылған тақтайшаны жаңартып, берекелі Бесарық деп латын әріптерімен жазу жоспарға енгізген екен.